тақырыптың аты альфа ұстанымдағы ата-ана деп айтылады. Я Айгүл, осы жерден ата-аналар егер көрермендер болып отырса, ол кісілер тарапынан түсініспеушілік болуы мүмкін. Яғни альфа деген не, альфа ұстаным деген не, осы сұрақты жан-жақты ашып түсіндіріп айтып кетсеңіз. Дұрыс, жақсы ескеріп отырсыз. Ардақ, жалпы альфа деген кездері көбінде бізге бір жануарлар әлемі, жеке өз басыма жануарлар әлемі елестейді. Яғни қандай да бір топтың, ұйымның деп айтайық, үйірдің басшысы көз алдымызға елестетеді. Жалпы жолбарыстарды, арыстандарды айтып жатсақ, ол альфа жолбарыс, альфа арыстан деп айтып жатамыз ғой. Сонда біздің көз алдымызға ол бір өктем, үстем жануарды көз алдымызға елестетеміз. Бәрін өзіне бағындыратын, бәрін өзіне айтқан, орындататын жануар ретінде елестетіп жатамыз. Бірақ оның бір басқа тұсы ескерілмей қалып жатады. Ол тұсы ол өзінің тобына, өзінің үйіріне жауапты альфа жануар, альфа жолбарыс. Өйткені ол сол үйірінің аман болуына, сол үйірдің басқа жануарлардың табасына қалмауына, сол үйірдің басқа өлімге ұшырамауына жалпы альфа жануар жауап беріп жатады. Дәл осы енді бізде даму теориясында осы терминді деп айтамыз ба, осы терминді алып келіп отыр бізде психолог ғалымдар. Яғни альфа ұстанымдағы ата-ана ол қандай болу керек? Альфа ұстанымдағы ата-ана, яғни ол үстем болу керек. Енді бұл жерде альфаны айтпас бұрын мен бауыр басу теориясын айтып кетуім дұрыс шығар. Енді орысша айтқан кезде привязанность, қазақша аудармасында енді бауыр басу деп отырмыз ғой. Бауыр басу теориясы бойынша міндетті түрде бір жағында альфа, бір жағында оған тәуелді адам болу керек екен. Яғни көп заңдылық деп айтайық, табиғаттың заңдылығы бойынша ең бірінші үстінде альфа болады, астында тәуелді адам болады. Альфа бізде ересек адам. Ол жерде міндетті ата-ана емес, ол мұғалім болуы мүмкін, ол тәрбиеші болуы мүмкін, ол бала үшін, альфадан төменгі адам үшін ол өте маңызды, ол сол альфаға тәуелді бола алатын адам. Ол балаға маңызды, өзінің енді тырнақшаға алған кездері баланың өзінің ересек адамы. Сондықтан енді осы жерде альфа деп осылай қылып алынып отырады. Өйткені бауыр басу теориясында тәуелді деп айтып отырмыз, және альфа екі инстинкт бар. Сондықтан ол екі инстинкт иерархиялық сатыда болу керек. Яғни сатылай. Екі теңдей дәрежеде болмайды. Альфа тәуелді немесе ата-ана рөлін қазір алатын болсақ, ата-ана мен бала рөлі еш уақыттары тең болмау қажет. Заңдылық бойынша альфа үстінде болу керек. Бұл жерде енді тағы көбінде мынандай сұрақ туындауы мүмкін, ол альфа деген ол үстемдік, ол ата-ана тарапынан бұйыру, айтқанын істету, талап қою, тағысын деп. Бұл жерде енді қателеспеуіміз керек, және алдағы бізге берілген енді уақытта осының бәрін талқылап өтеміз деп ойлаймын. Яғни яғни қараңыз, сонда екі ата-ана бірдей альфа болуы мүмкін ба? Әрине, екі ата-анада альфа болады. Бұл жерде ата-ана және бала деп алатын болсақ, бұл баланың, мен енді қазір мысал ретінде, метафора ретінде көп дүниелерді түсіндіріп бергім келіп отыр. Түсінікті болу үшін, егер альфа жаңағы дұрыс емес тұрғысынан альфа болатын болса, көбінде біздің менталитетте альфаны дұрыс түсінбей жатады. Ол яғни жаңағы мен үстем болуым керек, мен басқаруым керек, менің айтқанымнан шықпау керек, менің айтқан болу керек. Ол дұрыс емес. Бұл жерде мысал ретінде осы көз алдыңызға нағыз альфа, шынайы альфа қандай болу керек деп көз алдыңызға елестеткіңіз келсе, көз алдыңызға сіз жұмыстан келе жатырсыз, шаршап,
кешкі 6, 1 сағат пробкаде, автобуста шаршап, оны сөзсіз үйдің жанындағы дүкеннен 2 дорба тамақ аласыз, тамақпен үйіңізге кірген кездері лифттің жасамайтынын көресіз. Ол сіз 8-ші қабатта тұрасыз. Сіз енді бар арманыңыз, бар ниетіңіз, қалайда сол 2 дорбаны алып, қалайда 8-ші қабатқа жетуіңіз керек. Сіздің басқа ойлайтын ештеңеңіз жоқ. Сол кездері көзіңіздің алдында подъезде деп айтайық, қорттай, өте сүйкімді, анасынан айырылған кішкентай бір мысықты көресіз. Мысықты көресіз, мысықты көрген кездері, қазір айтам, мысықты көрген кездері сіз оны аласыз, сен мысық қайдан келді, мяулап жатады, ол жалынышты тұрғыда сізге мяулап жатады, оны аласыз, көтересіз, сен қайдан келдің, кім сенің егең, анадан айырылдың ба, сен қайдан келдің, қандай сүйкімдісің деп біз сол кездері сізге просто сұрақ қойғым келіп отыр, сол кездері сіздің жағдайыңыз қандай болады, қалай ойлайсыз? Егер тура сондай, негізі мен өзім жан жануарларды жақсы көремін. Ол мысықты көрген сәтте әрине оны бірден қамқорлыққа алғым келіп кетеді, оның қарны ашып тұрған жоқ па, ол жаурап тұрған жоқ па деген сияқты сұрақтар бірден келеді. Және де оны мен мүмкін қолтығыма қысып алып, үйіме алып кетемін. Дұрыс айтасыз, Ардақ, дұрыс айтасыз. Енді ол кішкентай жануарға қамқорлық көрсеткіміз келіп кетеді. Сол уақыттары бір сүт келіп кетеді. Қандай да өзіміздің панамызға алып, біз оған барынша қамқорлық көрсетеміз. Біз ана 2 дорбамызды да ұмытып кетеміз, 8-ші қабатты да ұмытып кетеміз, лифттің жасамайтынын да ұмытып кетеміз. Ол мысықты алып біз қамқорлығымызға аламыз. Шаршауымыздың бәрі басылып кетеді. Біз бүкіл әлемді бағындыратындай жағдайға жетіп қаламыз. Нағыз альфа өмірде адамдар арасында нағыз альфа осы. Түсіндіңіз ба? Ол қандайда панасына, өзіне тәуелді. Ол мысық мысалы тәуелді болып тұр осы жерде. Бала да осы тәуелді адамды өзін панасына алу. Мен сені қалайда саған қамқорлық жасаймын, мен саған бүкіл қауіпсіздікті қамтамасыз етемін, мен саған сүтті де беремін, мен сені аялаймын, мен сені аймалаймын, үйіме алып кетемін, тағысын. Нағыз альфа деген осы. Кешіріңіз, ата-аналар қате түсінбесін деп, мен осы мысалды енді жарқын мысал шығар деп ойлаймын. Осы мысал арқылы нағыз альфа осындай болу керек. Мен ата-аналарға ескертіп айтып кеткім келеді. Бізге комментарийға өздеріңізді көптен бері толғандырып жүрген, ойландырып жүрген, немесе осы тақырып төңірегінде сұрақты өрбіткіңіз келсе, комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Жақсы, мен енді ары қарай әңгімемді өрбіткім келіп отыр. Альфа ол тәуелді деген сөзде бір құлаққа тұрпайы естілуі мүмкін, бірақ ол тырнақшаға алатын болған кездері ол тәуелді болған адам. Мен тәуелді болғым келеді альфаға. Мен ол альфаны мен туралы маған қамқорлық жасағаны маған керек. Мен альфа мен үшін қорған, мен үшін жаңағы гавань деп айтамыз, мен үшін пана, мен үшін үңгір, мен өзіне сол үңгірге келген кездері мен өзімді жай барахат сезінетіндей жағдай деп тәуелді, барынша өзі тәуелді болған үшін ол қуанышты, ол бақытты болу жағдай. Жақсы. Бізге мындай бір сұрақ келген екен, егер мүмкіндігіңіз осыған жауап беріп көрсек қалай қарайсыз? Жақсы. Өзіңізді жақсырақ сезіну үшін сіздің қолыңыздан келетін қарапайым нәрселер сіздің ойыңызша қандай дейді? Өзімізді жақсы сезіну үшін. Енді бұл жерде альфа тұрғысынан айтпай қойын, жалпы өзімді жақсы сезіну үшін ең бірінші мен өзімді, егер мен тәуелді болатын болсам, мен қоршаған орта деп айтамыз ғой да, қоршаған ортада адам еш уақыттары өзінің баласын барлық нәрседен қорғай алмайды. Адам өмірінде міндетті түрде сыртта қоршаған ортада әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Оның ішінде негативті жағдайлар да болуы мүмкін. Біз ол негативті жағдайлардың бәрінен ата-ана қорғай алмайды.
Бірақ егер бала қандай да вот сырттан ол бір жағымсыз бір әрекетке ұшырап келді дейік, ұшырап келді, бірақ ол үйінде оның бағана айтқандай жаңағы үңгірі, жылы панасы оның үйінде ол туралы қамқор болып, оны күтіп отырған, қалайда мен қандай жағдай болмасын, мен үйге барған кездері менің альфам бар. Ол альфа қандай жағдай болсын мені қорғайды, мені панасына алады деген сол сезім, сол бауыр басу болатын болса, сырттағы негативті жағдайлар болады, ол оның жүрегіне қаяу салады, дегенмен ол өзіне бауыр басу жағынан жаңағы жақындық, контакт деп айтамыз, ол контакт жағынан ол жақсы дами береді. Солай жақсы сезінуге болады. Иә, сонымен ары қарай тақырыбымызды жалғастыра беретін болсақ, сонымен сізге енді мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Ата-ана өзінің альфа екендігін қалай сезіне алады? Енді көбінде мысалы отбасында қазіргі жағдайда осындай бір жағымсыз тенденция байқалады. Ата-аналар тарапынан ол өзінің альфасын алып жүре алмайтын ата-аналар. Яғни олар ойлайды, мен жақсы ата-ана болу үшін мен бала тәрбиесі жөнінде көптеген кітаптар оқуым керек. Бала тәрбиесі жөнінде көптеген семинарларға, вебинарларға, тренингтерге баруым керек. Бала тәрбиесі жөнінде мен ақыл кеңес алу үшін мен жаңағы көптеген консультация психологтарға баруым керек деді. Оның бәрі жақсы альфа болуға, оның бәрі ештеңе керек жоқ, тек қана сенің қарауыңда, сенің қарамағыңда әлсіз, мысық сияқты әлсіз үйде сені күтіп отырған, саған қарап отырған, саған сеніп отырған, саған барынша сенімділік танытып отырған, доверять етіп отырған сіздің балаңыз бар, жаңағы сізге тәуелді адам бар. Осы тарап өзіңізді нағыз альфа ретінде сезінетін болсаңыз, ол кітап тағысын ештеңеде қажет болмай қалады. Енді ата-ана өзін, егер ол альфа болмай, енді ол мен айтып өтейін. Альфа и тәуелді міндетті түрде осы екі жақ болып жатады. Міндетті түрде бұл екеуі ұштасып, үйлесімділікте керемет би. Енді би деп айтсақ болады. Биде бір адам алып жүреді, екінші адам еріп жүреді. Сол сияқты бұл ажайып керемет би. Ол керемет би екі тарап болмаса болмайды. Сондықтан ол егер үйде ата-ана альфа болмай, өзін қалайда баламен тәрбиесінде өзін көрсете алмай, ол бала басқарып жататын болса, ол кездері бұл баланың мінез құлқында әңгіме емес, бала мен ата-ананың арасындағы қарым-қатынаста әңгіме туындап жатады. Бұл жерде мен айтып өткім келетіні, бала қалай альфа болады. Егер үйде ересек тарапынан альфа ұстанымын ұстанбаған ересек болмаса, қалайда бағанағы би болу керек қой бізде. Би болу керек. Ересек бізде тәуелді позицияны ұстанатын болса, міндетті түрде бала тарапынан альфа позиция ояна бастайды. Ол қалай білінеді? Үйде ол бала өзі тамақтандайды. Мен бүгін осындай тамақ жегім келеді. Мен 9-да емес, мен 10-да ұйықтаймын. Ана, сіз кіммен телефонмен сөйлесіп отырсыз? Неге сіз көп сөйлесіп отырсыз? Ана, сіз шашыңызды былай қимаңыз. Мысал ретінде айтып жатырмын. Былай қимаңыз, сізге мына көйлек жараспайды, сіз былай киініңіз, неге қысқа кидіңіз, неге ұзын кидіңіз деген кездері майда-майда дүниелер, бірақ осы дүниелер арқылы бала өзінің альфа ұстанымын ұстап отыр. Немесе былай қателіктерге жіберіп жатады. Көптеген теориялар деп айтамыз ба, көбінде балаға дербестік беруге асығып жатамыз. Ол не деген сөз? Яғни бала тез-тез 1-2 жасқа толғаннан кейін бала біз самостоятельный болуға өте ата-аналар талпынып жатады. Бала дербес болмаса, ойлайды, что бала дұрыс дамымай қалады, бала өзінің қатарынан кем қалып жатады. Сондықтан бала
тез дербес болып кету, ол үлкен қате. Баланы біз еш уақыттары дербес етіп үйрете алмаймыз. Ешбір ғалым, ешбір ғылым, еш ата-ана, ересек ешкім баланы дербес қыла алмайды. Бала қай уақыттары дербес болады? Бала қажеттіліктері, тәуелділік қажеттіліктерін өтеген кездері дербес болады. Көбінде біз баланың есіктің алдына ойнауға алып шыққан кездері өзің ойна, дербес, менің қолымнан ұстама, немесе бала көтер деп жылайды, қолыма ал деп жылайды. Жоқ, сен үлкен жігіт болдың, үлкен қыз болдың, көтермеймін, сен өзің жүр, өзің жүгір, өзің жүре аласың, екі аяғың бар деп тағы тағысын. Ол бала неге олай айтады? Ол бала тәуелділіктегі қажеттіліктері өтелмеген бала. Егер тәуелділіктегі қажеттіліктері өтелетін болса, ол бала өзі дербестене бастайды. Сондықтан біз ата-ана болып жаңағы жасанды түрде оны дербестікке біз итере алмаймыз, итермеуіміз деп. Бала ата-анаға, үлкен ересекке тәуелді болу керек. Оны деген біз тамақпен, ұйқы уақытысымен, киім таңдау, тағысын, немесе дүкендегі тамақ таңдау, жегісі келетін дүниелерді таңдау. Осы бытовые деп айтамыз ғой, да, осындай бытовые майда мәселелер арқылы ата-ана өзіне альфа позициясын қайтарып ала алады. Қайтарып алуға бір айқын мысал келтіре аласыз ба? Мысал жақсы айтып отырсыз. Осы мен Гордон Ньюфилдтың кітабын оқыған кездері Ньюфилдқа бір ата-ана келеді. 5 жасар қызы бар. Ол қыз барынша, ол қыз енді альфа. Жаңа мен айтқандай барлығын реттейді. Ол қыз соншалықты дербес болғаны соншалықты дүкенге барып, есігінің алдындағы дүкенге барып, нанды да өзі алады, сүтті де өзі алады, өзін қамтамасыз ете алады. Келген кездері өзінің тамағын өзі жасап жей алады. Анасын толықтай басқарып отырады. Анасы екеуі көлікте келе жатырған кездері, жақындаған кездері, ана бағдаршамда жасыл жанайын деп жатыр, тежегішті басыңыз, ана енді қызыл жанды тоқтаңыз, жасыл жанды жүріңіз дегендей осындай нұсқаулықтардың бәрін беріп отырады. Енді ол альфа деген сөз ғой. Сонда мен не істеймін? Бала альфа болған кездері үйдегі қарым-қатынас, ата-ана мен бала арасындағы жақын қарым-қатынас жойылады, міндетті түрде. Сондықтан мен не істеймін деп кеңес алуға келген кездері Ньюфилд одан сұрайды. Сіз жасай алатын, бірақ балаңыз жасай алмайтын қандай дүние бар деп. Сонда жаңағы ата-ана айтады, ана ғой енді, ана айтады, мен француз тілін білемін дейді. И Гордон Ньюфилд сонда мынандай кеңес береді. Сіз онда егер қаражат мәселесі сізге жағдайыңыз келетін болса, сіз қызыңызбен бірге Францияда бір 2 апта өмір сүріп келіңіз дейді. Солай орындайды, Францияға 2 аптаға кетеді. Қыз француз тілін білмейді, өзін өзі қамтамасыз ете алмайды, өзі дербес бола алмайды, енді дүкенге де барып нан ала алмайды. Ол үшін француз тілін білу керек. Сонда барлығын анасы нандап келеді, анасы оған тамақ береді, қыдыратын жерді анасы таңдайды, баратын жерді анасы таңдайды. Ақырындап жайлап анасына өзінің альфа рөлі қайтып келген кездері бала мен ана арасындағы байланыс, қарым-қатынас, туыстық қарым-қатынас деп айтамыз, қажетті жағымды деңгейге жетіп отырады. Сонда қарапайым енді былай қараған кездері қарапайым әрекеттің өзі осындай қылып альфа позицияны ата-анаға қайтаруға өзінің көмегін беріп отыр. Нақты, жарқын мысалдар деп айтуға болады осы жерде. Жақсы. Бізде бір мынандай сұрақ келіп тұр екен. Бала тәрбиесінде альфа ұстанымының қандай айырмашылықтары және кемшіліктері бар? Енді, осыны мен жаңа айтып кеткім келіп отыр еді. Альфаны
альфаның жағымды және жағымсыз тұсы бар. Бауыр басу теориясында егер тәуелді тарапынан бауыр басатын болса, онда ол жағымды альфа, яғни ол беруші, ал тәуелді адам ол алушы. Беруші жоғарыда айтып кеткенде қамқорлық жасаушы, бағыт бағдар көрсетуші, оған пана болушы, оған кез келген уақыттары оған қолдау көрсетуші, тағысын. Тәуелді одан кеңес алушы, оған бағынушы. Мен бірден өзі түріммен де көрсетіп отырған шығармын. Тәуелді адам төменде тұрады, альфадан жоғарыда. Соны одан кеңес сұрайды, оның айтқанын орындайды, оның қолынан ұстайды, ол кісі жетектеп жүреді. Бірақ альфаның мынандай бір негативті тұсы бар, когда жаңағы бауыр басу теориясы бойынша тәуелдік жағынан бауыр баспайды, альфа жағынан бауыр басады. Ол кездері негативті тұрғыда. Яғни ол жасанды күшті қолданып жатады. Яғни бұл жерде ара жігін ажыратып білмесек, альфаның негативті тұсына көп кетіп қалуы мүмкін. Яғни альфа және бізде енді бір булли деген термин бар ғой. Альфа және булли бір тиынның екі жағы. Яғни альфа бола тұра буллиге ауысып кету өте бір сондай бір щепетильный тез, ауысып кету тез. Альфа болғаннан кейін ол үстемдік көрсету, бұйыру, айтқанына көндіру, тағысын. Мысал ретінде қайтадан жануарларды алып келетін болсам, екі қасқыр бір-бірімен алысып отырып, жеңілетін адам, жеңілген қасқыр алапта өзінің мойнын тосады. Как бы мені өлтірсең де, не қылсаң да сенің құзырыңда дейді. Женіп тұрған альфаға деп айтайық енді. Альфа қасқырға өзінің мойнын тосады. Альфа қасқыр, шынайы дұрыс тұрғыдағы альфа қасқыр, ол енді қамқор көрсетуші ғой. Қамқор көрсетуші болғандықтан ол оның мойнынан алып тістеп жұлмайды. Ал егер осы емес жағынан бауыр басқан болса, ол тосқан мойынды ол жұлып алады. Яғни бізде көптеген агрессия деп айтамыз, мектептегі буллинг мәселесі деп көп талқылаймыз. Мына жерде әріптестерім бар, жақсы білеміз. Енді талқылап жатамыз, оны мектептің аясында біз шешуге тырысып жатамыз. Ол жаңағы булли деп айтамыз да, дұрыс емес альфа позициясындағы балдармен жұмыс жасап жатамыз, тағысын. Оның бәрі ешқандай нәтиже бермеуі мүмкін. Өйткені тосқан, енді адамдар өмірінде дейік, тосқан мойыннан ол жұлып алуы мүмкін. Сондықтан мектеп сырттағы буллинг мәселесі болатын болса, ол үйдегі ересек тарапынан альфа позициясында емес, үйде альфа позициясында бала екен біліп тұрады. Егер отбасылық қарым қатынаста ата-анаға өзінің альфа позициясын, альфа ұстанымын қайтарып бере отыра, балаға өзінің тәуелді рөлін қайтарып бере отыра, біз сырттағы былай ойлаған кездері сорпасы қайнаса да бірге қосылмайтын жағдайларды үйдегі осы арқылы да реттеп отыруға болады екен. Сонда сыртта мысалы буллинг мәселесі дейік, агрессия мәселесі жойылып жатады. Және мен мына жерде айтып өткім келеді, көбінде жаңағы қазіргі таңда жасөспірімдер арасында мына тамақтану бұзылған балалар өте көп. Анорексия, булимия деп айтып жатамыз. Тоже мына жерде мен енді Ньюфилдті айтуыма тура келеді. Ньюфилд анорексиямен ауырған жасөспірім қыздармен өте көп жұмыс істеген. Сонда зерттей келген кездері сол аурумен ауыратын жасөспірімдердің бәрі үйдегі альфа позициясындағы адамдар. Өйткені үйде ересек, мен сенетін адам жоқ, маған қамқор жасайтын адам жоқ, ол өзі альфа болады, өзі таңдайды, тамақты жейді ма бүгін, жемейді ма, мен көп жейді ма, немесе аз жей ма, бала өзі таңдап отырып, альфа позициясында отырып, осындай мен жемеймін деп шештім да, тамақтанбаймын деп шештім. И тамақ осындай жаңағы анорексиямен ауырып жатады.
тоже тек жаңағы психиатриялық больницада анорексиямен, оны неше түрлі медикаменттермен емдеудің орнына Ньюфилд үйдегі баланың жаңағы альфа рөлін ауыстырып, анасына қайтарып, анасы альфа позициясын алған кездері анорексиямен емделіп кетіп жатады екен. Сондықтан жаңағы көп ата-аналар мақтан тұтады ғой, мен балам дербес бәрін өзі таңертең деген өзі ұйқысынан тұрады, мен солай үйреткенмін дейді. Таңертең өзі ұйқысынан тұрады, мені оятпайды, мамам ұйықтасын деп, мені оятпайды, шайдың тамағын жасап алады, тамағын жейді, киінеді, сырттан есікті құлыптап кетеді, кілттеп кетеді де, мектепке өзі кете береді дейді. Қандай қателік, бала өзі біледі не істейтінін. Бала альфа. Бірақ ата-ана мен бала арасындағы суып кетіп жатады ғой, қарым-қатынас суып кетіп жатады. Бала жаңағы тәуелсіздікке, ата-анадан тәуелсіздікке қашып жатады. Бұл сигнал деп айтамыз ғой, сигнал, что жаңағы жедел түрде ата-ана өзіне қарапайым таңертең тұрып, оның тамағын беру арқылы, оның киімін реттеу арқылы ата-ана өзінің жаңағы альфа позициясын ұстанып отырады екен. Былайша айтқанда, сонда ата-ана өзінің қамқорлығын алады. Өзінің риясыз сүйіспеншілігін көрсетеді. Риясыз. Дұрыс айтасыз, шартсыз махаббат деп айтамыз ғой. Шартсыз махаббат. Қандай жағдай болсын, сыртта ол қандай керемет, бір керемет демейін, қандай жағдай болмасын, оның өзінің альфасы болатын болса, оның өмірі мүлдем керемет болады енді. Сосын мен жаңа есіме түскен кездер айтып өткім келіп отыр. Қазіргі таңда бізде қаражат сауаттылығы деп айтамыз ғой, ата-ана балаға қаражат сауаттылығын беру үшін көбінде осындай тренингтерде бар. Білу керек, үйде не болып жатыр, ата-ана қанша қаражат ақша тауып жатыр, ата-ана қанша кредит төлеп жатыр, үйде тамаққа қанша ақша кетіп жатыр, тағысын. Ата-ана барлық осы жағдайға баланы қабардар етіп отырады. Там осындай көп, осындай неде бір кредит төленеді, осындай үйде ақша жетпейді, білмеймін, келесі айда жетеді ма, жетпейді ма, мен болашаққа деген қорқынышым бар, болашаққа деген менің күдігім бар, күмәнім бар. Не бұл қазіргі таңда мысал ретінде да, ертең не болады, там доллар түсіп жатыр, там нефть түсіп жатыр, тағысын не болады, білмеймін, әйтеуір аман қалсақ болар еді, там жетсе болар еді, аш қалмасақ болар еді, тағысын. Менің альфам, менің алдымдағы тұғырым деп тұрған тәуелді адам, қалай ол сөйтіп тұрған адам қорқыныш білдіріп жатырса, ол ертеңгі күніне сенімсіздік білдіріп жатырса, ол бала қалай оны менің альфам деп қабылдайды. Сондықтан осы жерде жаңа Ньюфилд айтып кетіп отыр ғой, ол қаржылық сауаттылық дегенде де біз кейде ара жігін ажыратпаймыз, кейде оң солын ажыратпаймыз, ақ қарасын ажыратпаймыз. Балаға айту керек деп балаға айтып жатады. Бірақ бала не болады екен деп. Енді мен шыны керек, енді осы жерде менің анамда отырған болса керек, дегенмен айтайын, мен осындай жағдайды өз басымнан кешірдім. Сонда ертеңгі күнге деген сенімсіздік қандай болады екен деген, мысалы жасөспірімге өте қиын болады екен. Өйткені там осындай әңгімелер айтылып жататын болса, осындай тұрғыда әңгімелер айтатын, шынымен де мен сенетін альфам өзі не істейтін, не қоятын білмей жатыр. Сонда мен кімге сенемін? Мен сенген сиырым деген бір мақал бар, ұмытып тұрмын дәл қазір, сенген сиырым осы еді деген осындай сұрақ туындауы мүмкін. Сондықтан ата-ана қалайда жаңағы тас қорған деп айтамыз ғой, тас қорған болу керек, және қаржылық сауаттылық тарапынан да өте абай болу керек деп айтқым келеді осы жерде. Осы мысалыңызға ары қарай мен бір сұрақ қойғым келіп тұр. Егер мысалы үшін жасөспірім деп ойлайық, жасөспірім бала
осындай бір ата-анасы тарапынан бір сенімсіздік ұяласа бала бойында. Сол кезде, мысалы үшін, ары қарай қалай жұмыс жасауға болады, не айтуға болады, не істеуге болады? Енді бұл жерде енді мысалмен айтқым келіп отыр. Ол жерде де енді өзімнің жеке мысалым болып отыр, шыны керек. Енді ата-ана моделін, мен өзім ата-ана моделін солай көргендіктен, мүмкін өзім балдарыма да сондай бір әрекеттер жасаған болуы мүмкін, жасадым деп те айтайын, жасырмай қояйын. Сонда менде қаржылық сауаттылық, балдар бәрін білу керек дегендей, осындай менде бір сондай бір позиция болған. Шын осы оқуды оқымастан бұрын, содан кейін оқығаннан кейін дұрыс емес әрекеттерімді байқағаннан кейін мен байқадым өзім балдарым. Мама мектепте там 500 теңгеден бір қызын туған күніне жинап жатыр, там сізде ақша бар ма, там үйде ақша бар ма, таусылып қалмай ма дейтіндей сұрақтар туындап жатыр. Шыны керек, сонда менің балдарым, мен оларға дұрыс альфа бола алмай тұр екен ғой, мен оларға сенімсіздік танытып, олар маған сенімсіздік танытып тұрған екен ғой деген осындай сезім пайда болды, ой пайда болды, тұжырым пайда болды. Содан кейін балаларға енді бір жағынан кеңес деп те айтуға болады. Бұл мен балдар, бізде төленетін осындай қаражаттарымыз бар, там кредит, тағысын бар. Но әкең екеуміз, біз аяқ қолымыз балғадай 12 мүшеміз сау, біз жасаймыз, біз табамыз, біз сендер самое главное, сендер ештеңеге уайымдамауыңыз керектер, қайғырмауларыңыз керек, біз бәрін табамыз, бәріне жетеді. Біз сол үшін осы үйде біз ата-анамыз дегендей, осындай посыл деп айтамын ғой, осындай хабарлама бергеннен кейін оларға біз шынымен де енді шынайы альфа бола алдық деп ойлаймын. Осылай үйреп отыруға болады. Рахмет. Енді бізде тағы бір сұрақ келген екен. Альфа ұстаным қай жас кезеңінде бала бойында байқала бастайды? Осы ұстанымды қалай дағдыландыруға болады? Альфа ұстаным ол кішкентай кезінен пайда болады. Кішкентай кезінен пайда болуы мүмкін. Бала көмек сұрайды бізден. Біз бала көмек сұраған кездері біз альфа ұстанымызды бере аламыз, альфа ұстанымда бола аламыз. Болады кейде бала көмек сұрамайды, бала талап етіп бастайды. Талап етіп бастайды. Осы керек маған. Көбінде біз байқайтынымыз дүкендерде біз көп байқаймыз. Дүкендерде көп байқаймыз, бала өзінің айтқанын істетуге талап жатады. Баламыз айтып кетейін, ана бүгін ағылшын неше минут болады? 1 сағат болады. Естеу. Осындай енді кешірім сұрап қоямын. Не айтып жатыр едім, ұмытып қалдым ма? Альфа ұстаным бойынша қай жас кезеңінде пайда болады? Байқала бастайды. Бала талап қойып бастайды, талаптың орындалуын. Сол кез көп жағдайда мен өзім байқап жатам, дүкендерге барған кездер бала өзінің талабын қойып жатады. Сонда ата-ана деген, ата-ананың айтқан тыңдамайық деп айтамыз да, ананы қалаймын, мынаны аламын дейтіндей осы жерде. Сонда енді мен бір пабликтерде, шетелдікте, осындай магазиндегі, дүкендердегі жағдайларды байқап қалған кездері өзім ішімнен ойлап қоям, шынымен де бұлар енді Ньюфилдтің курсын өткен ата-ана ғой деймін деп. Барынша ата-ана өзі сол жердегі болып жатырған келеңсіз жағдайға ата-ана өзінің жауапкершілігіне, өзінің құзырына алып жатады. Контейнирование деп айтамыз ғой да. Сонда ата-ана барынша жағдай жасайды, жан-жағында жаңағы тамақтармен дейік, жаңағы пакеттермен деп айтайықшы, дорбалармен осындай кеңістік жасайды. Бала барынша сол жерде өзінің талаптарын қойып жатады, ата-ана тек қарап тұрады. Ата-ана басқарып тұр, ата-ана ол жерде альфа ұстанымында тұр деп айтады. Бала ол жерде барын жасайды, істейді, қояды, но бір уақыт келеді, ол тоқтайды. Бірақ ол ата-ана бәрін бақылауда ұстап отыр. Жан-жағына жағдайын бәрін жасап отыр. Жаңағы жылап атып көзін қиығымен бала қарап қалған кездері ата-анасы да бар, өзінің альфасы бар, тұр, бәрін бақылап тұр. Соңында бала қойып жатады.
Ал бізде енді көбінде картинада байқаған кездері ата-ана тәуелді, бала альфа позициясында, енді жаңағы қоғамдық ортада дейік, барын көрсетіп, барын салып жасап жатады. Сол кездері енді өкінішті жағдай деуге болады. Сондықтан альфа тек қамқоршы, қамқорлық көрсетеді, өзінің панасына алады деген сөз емес. Сонымен қоса қажет кезінде альфа жоқ деп те айта алады. Альфа қандай да өзінің талаптарында қоя алады, және альфа өзінің талаптарын орындауын қадағалайды. Ол нағыз альфа деген осы. Осы жердегі енді біз өзіміздің ата әжелерімізді айтып кететін болсақ, ешқандай оқусыз деп айтайық, ешқандай жаңағы жоғарыда айтып кеткендей кітап, вебинар, семинарсыз альфа позициясын өте керемет ұстанды деп айтамыз. Көп мәселелер осы жаңағы еліктеушілік деп қарап жатамыз. Көбінде тең дәрежеде болу керек, ата-ана мен бала тең дәрежеде болу керек, бала мен бала үйдегі бауырлардың бәрі тең дәрежеде болу керек деп кейде мүмкін бір дұрыс емес әрекеттерде жасап алып жатырған болуымыз мүмкін. Сондықтан маңыздылығы шынымен де альфа позицияда ересек адам альфа позициясын ұстану қажет. Иә, бізде жоғары жағымызда жаңа бір комментарийда сұрақ болды. Сол сұрақты біз негізі бас кезінде айтып кеттік, бірақ сонда да ата-ананың сұранысы болуы мүмкін. Сондықтан сізге қайтадан оқып берейін. Менің 2 қызым бар. Мен өзімнің альфа ата-ана екенімді қалай білемін, қалай сезінемін деп жазған екен. Жақсы, жоғарыда да жаңа айтып өттім. Ата-ана үйде өзінің қамқорын, ол 2 қызы ата-ананың қамқорында ма? Ол 2 бала ата-анасына тәуелді ма? Анасы деген ана тарапта анасына тәуелді ма? Анасын ол жаңағы тихая гавань деп айттық қой, үңгірі, жылы панасы, гавань ба? Анасы өзіне осындай сұрақ қойып жатса, шынымен де егер балалар өздері дербес, өздері қандай ойын ойнайды, бүгін қай бөлмеге барып жаңағы шулайды, қандай ойыншықты алады, немесе дүкенде деп айтып жатырмыз ғой, дүкенде қандай ойыншық сатып алады, баланың құзырында 2 қыз осындай әрекеттер жасап отыратын болса, енді сұрақ туындайды деп ойлаймын. Бұл жерде кім альфа, кім тәуелді? Әрине, егер жаңағыдай әрекеттер бала өзі ұйықтайтын уақытын өзі анықтайды. Там 11-де ұйықтағысы келе ма, түнгі 2-де ұйықтағысы келе ма, бала қай уақытта ұйықтаған кездері ата-ана ұйықтап жүретін болса, артында баланың талабын орындап, бала өзі киінеді, өзі тамақтанады. Гордон Ньюфелдтің мынандай мысалы бар, тамақ деген кездері тамақтану кезіндері осы альфа процестері өте айқын байқалуы мүмкін бала бойында немесе ата-ана бойында. Яғни бізде енді балалар ана мынаны жесем бола ма деп сұрайды, мынаны жесем бола ма деп сұрайтын кездер болады, мысалы өзім балдарымда. Сонда мен енді иә болады, сөзін 2 рет, 3 рет сондай сұрап жатады. Содан кейін мысалы сөйлейміз ғой енді балдарымызға, сен тамақты неге сұрайсың? Осы үйдегі келген тамақ сенікі, сен жей аласың, сұрама. Енді бізге бір ұят секілді, бір жағанып үйдің тамағын сұрап жатырған сияқты. Сонда холодильник тұр, аштам, өзіңнің қалағанды алды. Дұрыс емес екен. Сол жағы Гордон Ньюфелд айтады ғой, үйде тамақ барлығы болады, бірақ мен үйде кезінде, немесе анасы үйде кезінде балдар міндетті түрде әке немесе ана мұздатқыштан тамақты алып жесем болады ма? Мынаны алып жесем болады ма деген өзі ол ата-ананың альфасын ұстауына көмек береді дейді. Егер балдары өзін тамақ бәрі істеп жей алады, бірақ міндетті түрде сұрайды. И 100%-да да, я саған жей аласын, жеуге рұқсат деп мен беремін дейді. Балдардың енді шынайы тұрғыда тәуелді болғысы келетін
ата анасына тәуелді болу ұнайтынын бірде-бір айғағы деуге болады. Ол ұнайды ата анаға тәуелді болған. Өйткені ата анадан ол сұрайды, бола ма жеуге, болмай ма деп. Сонда осы жерде осы кішігірім нюанс қой, былай қараған кездері, ол баланың тамақты сұрағанның өзінде де ата ана өзінің альфа позициясын ұстай алады екен. Сондықтан енді осындай нюанстардан альфа позицияны егер қолдан беріп қойған жағдай болатын болса, қайтарып беруге болады. Және мен осы жерде былай айтқым келеді, менің балам бәрін біледі, өйткені жақсы оқиды, жан жақты, ғаламторда барлығын біледі, барлығы жаңалықтан, дүние танымы кең, баламыз бізге ақыл беріп жатады, баламыз қалай жасау керек екенін бізден сұрап жатады, тағысын деп осындай айтып жатады. Ол сырт көзге оңай әдемі көрінгенімен ол балаға ол өзінің рөлі емес, шынайы. Сондықтан ол рөлді жүруге өте қиын болады. Бұл жерде мен тағы бір мысал келтіргім келеді. Бір отбасыда 5 жасар қыз, 3 жасар баланың альфасы. Яғни ата-ана барынша 5 жасар қызға альфа рөлін беріп қойған. Ол сол бауыр қарайды, ата-ана жұмыста, 2-3 жұмыста, әкесі 2-3 жұмыста, анасы да сондай жұмыста, үйде барынша бауырына қарайтын альфа жаңағы апасы деп айтайық, інісіне бар тамақты да, бұтын ауыстыру да, отырғызу да, жуындыру да, тағысын. Қонаққа барған кездері, анасымен барған кездері сондай қызықты жағдай болады екен. Жаңа кішкентай інісі қасындағы өзінен кішкентай апасына сұрап отырады екен, мен мына тамақты жеуге болады ма, мына тәттіні жеуге болады ма деп. Апасы қай тамақты жеуге болады, болмайтын бәрін бұйырып отырады. Сонда сырт көзге қарағанда бір сүйкімді көрінеді, апасы бауыр сұрап отыр деп. Бірақ болашақта ол бір жақсы емес, негативті қызмет атқаруы мүмкін. Ол қалай? Ол адам барлығына қамқор, жаңағы кішкентай бала, ол альфа болмау керек қой. Сонда ол жаңағы қыз бала дейді, қыз бала өскен кездері жан-жағын бәріне қамқоршылық жасайды, бәріне қарайды, көмек береді, қаражаттай көмек береді, физикалық тұрғыда да көмек береді, жан-жағын бәріне көмек беріп жүреді. Яғни ол альфа комплекс ода сіңіп бауырына енді жабысып қалды деп айтайық, қазақша болған кездері бауырына жабысып қалды. Ол болашақта ол өзін ойламайды, тек қана альфа позиция ретінде жан-жағын бәріне, бауырына қараған сияқты, сондай қылып жан-жағын бәріне қарап жүрді. Ондай адамдарды көріп жатамыз ғой, өзін ойламай, айналасын бәріне альфа позициясын көріп, қамқорлық жасап жүрді. Сондықтан ол мақтан тұтпау керек деп ойлаймын. Ол бауырына ата-ана тарапынан альфа позициясын беріп, ол кішкентай балаға альфа позиция өте ауыр тиіп жатады. Соны ескерген жөн ата-аналар. Ересектік өмірде өзінің бір жағымсыз жақтары пайда болуы мүмкін дейсіз ғой. Яғни бәріне қамқор болу, шамадан тыс қамқор болу, немесе? Шамадан тыс ара жігін ажыратпай қамқор болу қаупі өте жоғары деп айтуға болады. Сонымен Айгүл, біздің уақытымыз да жақындап қалды. Негізінде эфирді сақтап үлгеру үшін енді уақытында аяқтауымыз керек. Сонымен қорытындылайтын болсақ, ата-аналарға, көріп отырған инста оқырмандарға не айтар едіңіз? Өте өкінішті, енді уақыттың тез аяқталғаны. Осында қатысып отырған барша оқырмандарға, баршаңызға рахмет деп айтам. Жалпы енді альфа ұстанымы жөнінде бір түсінік қалыптасты деген үмітім жоғары. Ата-аналар альфа ұстаным туралы түсінік қалыптасып, альфа